Шайды 2 рет қайнатса не болады? Дәрігер жауабы: шайдың қаныққан құрамының арқасында бойыңыздағы стресс басылады. Оған қоса шай шаршауды жеңілдетуге, сергітуге және зат алмасуды қалыпқа келтіруге көмектеседі. Бұл таңғаларлық көп қырлы сусын антисептикалық және бактерияға қарсы әсерге ие. Артық сұйықтықты және онымен бірге токсиндерді кетіруге қабілетті. Сондықтан суық тиген кезде міндетті түрде таңқурай, бал немесе лимон қосылған шай ішу керек. Шай В, С, П, Д, Е, К дәрумендеріне бай. Дайын сусынның концентрациясының құрамында 5%-ға дейін калий, фосфор, кальций, магний, мыс, натрий, мырыш, темір, хром, фтор, йод сияқты минералдар бар. Сонымен қатар кофенің әсерінен 4-8 есе күшті қуаттандыратын теин мен антиоксидант катехин бар. Оның құрамындағы антиоксиданттар шайды жастық пен сұлулықтың сусынын айналдырады. Оны жүйелі тұтыну онкологиялық ауруларды тудыруы мүмкін бос радикалдардың санын азайтады. Шайды 2 рет қайнатуға бола ма? Болады. Дегенмен есте сақтау керек нюанстар бар. Көп нәрсе сұрыпқа байланысты. Жапырақ шайы теин, антиоксидант секілді пайдалы компоненттерді біртіндеп береді. Сонымен көк шайды бірнеше рет қайнатуға болады. Өйткені ол өзінің барлық пайдасын тек 2-ші немесе 3-ші қайнатқаннан кейін шығарады. Шай жапырағы сортына қарамастан неғұрлым аз кесілсе, қоректік заттар суға соғұрлым тезірек түседі. Мұны шайды қайнатқан кезде есте сақтау керек. Әрбір қайнатқаннан кейін олар азая береді. 3-ші қайнатқаннан кейін шай пакетінде қоректік заттардың ізі де қалмайды. Шайды 2-ші рет қайнатудың зияны қандай? Кез келген шайды қайта қайнатқан кезде ол пайда ғана емес, зиянда тигізуі мүмкін. Егер әдетте шай пакетін таңертең 1 рет қолданып, кешке тағы ішемін деп сақтап қоятын болсаңыз, бұл әдеттен құтылу керек. Өйткені пайдаланылған шайдың бетінде тотыққан полифенолдардың қабық пайда бола бастайды. Швейцариялық ғалымдар мұндай кемпір қосаққа ұқсас қабық қатты және эфир майларынан бай сусыннан пайда болатынын анықтады. Егер шай құрамына хош иіске арналған сұйықтық қосылса, сусын салқындаған сайын қабық айқынырақ бола түседі. Қалай болғанда да, уақыт өте келе мұндай сусын денсаулыққа қауіпті бактериялар мен зеңдердің таралуы үшін пайдалы ортаға айналады. Өндірушілер шикізатқа түрлі бояғышты қосатынын ұмытпау керек. Мұндай шай ыстық суға бірнеше рет түсе бере алады, бірақ бастапқыдағыдай пайда келмейді. Сонымен қатар, тым арзан шайдың сапалы бола алмайтынын естен шығармаңыз.